Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін өте дәмді аджика дайындайтын боламыз. Барлық тағамыңызбен үйлесім табатын, тәбетіңізді ашатын керемет аджика дайындайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Достар, бізге ең алдымен 1 килограмм тәтті бұрышымыз, яғни қызыл бұрыш, тәтті қызыл бұрышымыз, және де 1,5 килограмм помидор, 5 дана чесногымыз, 2 дана қызыл бұрышымыз. Ашыны қатты ұнататындарыңыз болса, ашыны көбейтсеңіздер болады. Татымына қарай қантымызды, тұзымызды және де майымызды қолданатын боламыз. Менде ас көгімізден укропты ғана қолдандым. Достар, осы жемістеріміздің барлығын көкөністеріміздің, яғни ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Мен ең алдымен чесногымды өткізіп алдым. Барлығын жеке-жеке өткізіп алыңыздар, араластырмаңыздар. Ендігі кезекте қызыл бұрышымызды да өткізіп алатын боламыз кішірек ыдысымызға. Ендігіде тәтті қызыл бұрыштарымды өткізіп алдым. Достар, мұнда мен Instagram парақшам бар. Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тәтті бұрышымды өткізіп алдым. Ендігі кезекте помидорларымызды да дәл солай өткізіп алатын боламыз. Мінекей достар, мен барлығында өткізіп алдым. Мінекей барлығында өткізіп, жеке-жеке ыдысқа салып алдым. Енді кезекте ыдысымызға таза помидорымызды, тәтті бұрышымызды құйып алатын боламыз. Жақсылап араластырып, қайнауын күтеміз. Міне достар, менде қайнап бастады. Дәл осы уақытта 1 шай қасық қантымды, 2 шай қасық тұзымды салып алдым. Оның үстінен үлкен ас қасығымен 3 ас қасық май құйып аласыздар. Мінекей достар, барлығын жақсылап араластырып 20 минут қайнатып алыңыздар жай отта. Мінекей достар, 20 минут қайнағаннан кейін оның үстіне жаңағы ет тартқыштан өткізілген чесногымызды және де қызыл ащы бұрышымызды салып алатын боламыз. Чесногымыз бен қызыл бұрышымызды салып болғаннан кейін тағы да 10 минутқа қайнатып алыңыздар. 10 минут қайнағаннан кейін үстінен ас көгімізді саламыз. Менде мұнда буланып көрінбей қалыпты. Достар, 5 минут қайнатқаннан кейін, мінекей достар, дайын менің аджикам. Өте қою, дәмі керемет болып шықты. Мінекей енді осы дайын аджикамызды, банкаларымызды жақсылап стерильдеп аламыз. Менде осылай мантаварканың көмегімен стерильдеп алдым. Қайнап тұрған суына крышкаларымды салып, бетіне банкаларымды қойып, 5-6 минутқа стерильдеп алдым. Мінекей достар, дайын банкілерімізге баклажкамызды кесіп алған болатынмын. Алдында осы баклажкамыздың көмегімен құйып шықтым барлық аджикаларымды. Крышкаларымызды жақсылап бекітіп алыңыздар. Достар, менің аджикам дайын болды. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Барлық тағамдарыңызды дәмін керемет келтіретін аджиканың түрі. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.